Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Усербаева Марат деген қызы Ақсай қаласының нөмір 2-ші жалпы орта білім беретін мектебінің педагог-психологы болып қызмет атқарамын. Педагогикалық идеяға психолог сандықшасы бағытында мен сіздердің назарларыңызға мектеп жасындағы қыздарға заманауи жыныстық тәрбие берудің тиімді әдістері тақырыбын алып келіп отырмын. Мақсатым қыз балалардың арасында ерте жүктіліктің алдын алу, болдырмау жолдары және жыныстық сауаттылыққа тәрбиелеу. Міндетім мектеп жасындағы қыздарға заманауи жыныстық тәрбие берудің тиімді әдістерін ұғындыру. Жалпы қыз бала деген кезде көз алдыңызға не келеді? Немесе кімнің бейнесі келеді? Менің ойымша нәзік гүл, әдемі көйлек, қуыршақ, қыз жібек немесе әлемнің мәншүктің бейнесі келері хақ. Себебі қыз бала дегенде нәзік жандылар қатарынан болған соң, өз басым бала күнімде теледидардан үнемі ақ жүніс бағдарламасын жібермей қарайтынмын. Бұл бағдарламада қыз тағдыры, әйел тағдыры туралы көптеген тәлім-тәрбиелік бағытта әңгімелесулер өтетін, пікір сайыстар өткізілетін, дөңгелек үстелдер орындалатын. Жалпы аялы алақан деген бағдарламада мейірімділікке, жанашырлыққа, бауырмалдыққа тәрбиелейтін міне осындай теледидардан бағдарламалар қарайтынмын. Сонымен қатар мектеп жасында жалпы интернет заманы болмағаннан кейін, ол заматта қазақ классиктерімен сусында өспеген қыз баласы болмас деп ойлаймын. Міне осы бағытта Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романын, Дулатовтың Бақытсыз жамалын, Көбеевтің Қалыңмалын, Төрайғыровтың Қамар сұлуын, Әзіхан Нұршаевтың Махаббат қызық мол жылдар романын оқып өстім. Сонымен қатар өзім әкем қыз бала тәрбиесінде біздерді тәрбиелеу бағыты осылай болды ма? Қазақстан әйелдері деген журналды және Ақ Босаға газетін үнемі жаздыратын. Екі мың 16-2017 оқу жылдарынан бастап мектепте Ақбілек қыздар клубы ашылды. Ода өзім жетекшілік қызмет атқардым. Мектепте педагог-психолог болғаннан кейін осы жұмыста қатар алып жүру маған тапсырылды. 2016 жылдан берге қарай жалпы пед өтілім 20 жылды құраса да, осы тақырып мені қызықтыратын. Не үшін дейсіз ғой? Жалпы өмірге келгенде қыз баласы өзі нәзік, қорғансыз, пәк болып келгенмен қоймай, жыныстық тәрбие туралы мектеп қабырғасында толық ақпарат берілді деп ойлаған жоқпын. Себебі біздерге де кездесу өткізілді, пікір сайыстар, дөңгелек үстелдер, дәрігерлермен кездесулер, құқық органның мамандарымен де кездесулер уақытылы өткізіліп отырды. Бірақ та дегенмен тұйық, ұяң қазақ қыздарына келген мамандарға тікесінен сұрақ қою қиындық тудырды деп ойлаймын. Барлық сұрақ өз ішімде қалатын. Міне осы бағытта қазіргі заманауи әдіс тәсілдерді іздеуге маған осы қызығушылығым мұрындық болды деп санаймын. Қазіргі таңда жалпы қыз тәрбиесі, оның ішінде жыныстық сауаттылық, жыныстық тәрбие актуалды тақырыптардың бірі деп ойлағандықтан осы тақырыпқа тоқталдым. Сонымен қатар мен өзім 21 ғасыр, барлығымызда телефон бар, теледидардан неше түрлі қазір керемет қазақша да, орысша да киноларды қарауға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан да қыз тағдырына қатысты, оның ішінде ерте жүктілікке қатысты, жыныстық сауаттылыққа ой салатындай фильмдерді үнемі тамашалап, іздеп қарап жүремін. Және сол фильмдерден үзінді ұсынамын. Мысалға, Айка фильмін алып қарайтын болсақ, Анашым мені қалдырма, Қиыншақ сияқты қазақ тіліндегі фильмдеріміз болса, орыс тіліндегі Право выбора сияқты фильмдерден үзінділер үнемі көрсетіліп отырады. Яғни оны тек қана көрсетіп тамашалап қана қоймай, қыздардың назарына ұсынып қана қоймай, сұрақ-жауап әдісі арқылы талданады. Қыздар өз ойларын, түйіндерін жасайды деп ойлаймын. Үнемі отбасында да қыз баласы ата-анасымен бірге үнемі сол өзінің жас ерекшелігіне сәйкес фильмдер қарап және отбасында талданса деген ой. Сонымен қатар, осы сала менің аса қызығушылығымды тудырғандықтан 21 ғасыр, ғаламтор ғасырында барлық әлеуметтік парақшаны балалар да біледі, жастар да біледі, үлкен қарттарымыз да қолданады. Сондықтан да әлеуметтік желіге сапар шегіп, өзім жыныстық тәрбие туралы әлеуметтік парақшаларды іздеген болатын. Оның ішінен тапқандарым Шын KZ, Супер қыз KZ, воспитание половое, тек қыздар үшін сияқты осы әлеуметтік парақшаларды қыз балалар үшін және аналарым үшін
қыз тәрбиесінде қолдану үшін сауатты парақшалардың бірі деп ұсынар едім. Ойымды түйіндейтін болсам, Жүсіп Баласағұнидің «Ұлың және қызың жарқыраған екі көзің» деген әдемі сөзімен түйіндегім келеді. Егер қыз балаларымыз жыныстық сауаты жоғары, өзіндік бағалауы қалыптасқан, биязы, ибалы және сонымен қатар өзін қорғай алатын, өз өміріне жауапкершілікті сезіне алатын болса, онда елімізде жыныстық зорлық-зомбылық, егде жүктілік сияқты келеңсіз жағдайлар азаяр деп ойлаймын.